Сәлем достар, бүгін мен сіздерге керемет жайманы қолдан жасауды көрсететін боламын. Мен бұл жайманы өте көп қолданамын. Көп жағдайда 4-5 суала қамырды илеп, жайып, морозильникке салып қоямын. Бұл тәсіл маған әсіресе үйге аяқ астынан қонақ келіп қалған кезде өте үлкен көмегін тигізеді. Бұл қамырды тек қана бешбармаққа ғана емес, басқа да тағамдарға қолдана аласыз. Бешбармаққа қолдану үшін қамырды салар алдында 10 минут бұрын морозильниктен алып қоясыз. Ал енді манты, ханым, орама жасайтын болсаңыз 20 минут қойып, толық ерігенін күтесіз. Бұл видеода мен бешбармақ істедім. Сол себепті маған ірі көлем болатын болғандықтан өзім қолмен бөле салдым. Қамырды жұмыртқаға илеген дұрыс, өйткені ол еру кезінде, морозильникте сақталу кезінде қамырдың сынып кетпеуіне көмектеседі. Қамырды толық жайып болғаннан кейін арасына пищевой пленка төсеп 5-6 рет бүктейміз. Бұл жерде кез келген полиэтиленді пакетті қолдансаңыз болады. Мен одноразовый пакетті пайдаландым.